Қазақ дастарханында асқабақтан пісірілген тағамдар көп қойыла бермейді. Оның еті мен дәнінен емдік дәрілер жасалатынын, халық медицинасында бауыр ауру емінің бірден-бір шипасы асқабақ жеу екенін біле бермейтіндер де көп. Жалпы асқабақ қандай өсімдік, қазақ жеріне ол қайдан әкелінді, оны қандай ауруларға пайдалануға болады, құрамында нендей дәрумендер бар? Бұл жөнінде бүгінгі видеомызда кеңінен тоқталатын боламыз. Достар, видеоны соңына дейін көрмес бұрын каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің болмашыған әрекеттеріңіз бізді шабыттандырады. Асқабақ тұқымдастарына жататын бір және көп жылдық шөптесін, қолдан өсірілетін өсімдік, уыз, дәмді жеміс. Ол біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырда Мексикада, Перуде белгілі болып, 15 ғасырдың соңында Мысырға әкелінген. Асқабақ Қазақстанның барлық өңірлерінде, әсіресе оңтүстік аудандарында көбірек өсіріліп, тағамда, мал азығында пайдаланады. Қазақстанда асқабақтың кәдімгі түрлері мен ірі асқабақтардың түрлері мен сорттары өсіріледі. Құрамында 18% құрғақ заттар, 10% сахароза, аскорбин қышқылы, каротин және 40% май бар. Құрамында әртүрлі физиологиялық әсері бар кукурбитацин заты болады. Адамға пайдалылығы жағынан бұл бақша өнімі өзге жеміс-жидектер мен көкөністерге қарағанда дәрумендерге өте бай. Адам ағзасына қажетті С, В1, В2, В5, Е, ПП, ағзадағы зат алмасуды жеделдететін Т және қанның ұюына ықпал болатын К дәрумені, калий, кальций, темір кездеседі. Дәрумендердің көптігіне бола 1001 ауруға ем. Көру нашарлағанда, қан аздық, артық салмақтан, тағда басқадан арылғысы келетіндерге таптырмайтын ем. Шлактан тазартып, зат алмасуды тұрақтандырады. Ауа райы мен топырақтың жағдайына талғамай өсетін болғандықтан, өсіргенде химиялық препараттарды қолданбай өз күшімен өседі. Дәрігерлер қауымы жүрек әлсіздігінен жүргендерге ем ретінде асқабақтың жұмсақ майегін отқа немесе суға күйген науқастарға жарасына таңуға болатынын айтады. Асқабақты несеп жүргізетін, ыстықты түсіретін қасиеттері белгілі. Жүрек, қан тамырлары аурулары, гипертония, зат алмасуда қиындықтары бар науқастарға диеталық тағам ретінде ұсынылған. Асқабақ дәні балмен араластырып жеп, ішек құрттарын түсіру үшін пайдаланады. Бүйрек, бауыр ауырған кезде күніне 1 стақан шырынын ішу керек. Шырынның, яғни сөлін жаңа пайдаланған күйінде ғана ішеді, өйткені үйде сақталуы қиын. Минералды тұздар мен дәрумендерге бай асқабақ дәндерінің құрамында ақуыздар, омега-3, қанықтырылмаған май қышқылдары, селен, магний, мырыш, С, В тобының дәрумендері жеткілікті. Несеп, жыныс жүйесінің көптеген ауруларын емдеуге көмегі зор. Несеп айдаушы, қабынуға қарсы, өт айдап, паразиттерді құртатын асқабақтың өзі. Құрамында жасанды талшықтың, судың көп мөлшерінің арқасында асқабақты арықтауға болатын емі де бар. Ас қорыту үдерісін тездетеді, уыттарды тазартады. Денсаулыққа пайдалы табиғи өсімдік майларының бірі асқабақ майы. 90%-ға жуық қанықпаған майларды 60%-ға дейін линольді қышқылдан және 15% шамасында линолен қышқылынан тұрады. Омега-3, омега-6 май қышқылдарына бай. Асқабақ майы қуырылған асқабақтың дәнінен сығып алады. Қошқыл жасыл немесе қою қоңыр түсі бар, хош иісті, тәтті дәмі бар. Биологиялық белсенді зат ретінде қолданады. Құрамында май қышқылдары, пальмитин, стеарин, аллеин және стерин қышқылдары және макро және микроэлементтерге бай болады. Асқабақтың пайдасы. Асқабақ шырынын балға қосып, жатыр алдында ішсе, жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйқы дәрісі секілді әсер етіп тыныш ұйықтайсыз. Жүкті әйелдердің жүрегінің айнығанын асқабақ шырыны басады. Ағза жүдегенде, әлсіздік кезде асқабақты сүтпен дайындап
қаймақ, май, жаңғақ, бадамамен қосып жейді. Сонымен бірге бүйрегі ауырғанда тәулігіне жарты стақан шырны немесе қайнатылғанын жейді. Терідегі қышымаға не болмаса күйік шалғанда үккіштен өткен мәйегінен компресс жасайды. Сары ауру дертінде 4 ай қатарынан үзбей мәйегін жеу керек. Бауырға өте жақсы, әрі қызметті жақсартады, әрі пайдалы. Ішектегі құрт дертінде асқабақты алып, дәнімен мәйегін ойып алып, жылы су құяды. Жарты сағат беті жабық ыдыстың ішінде болу керек. Дайын кезде тұнбадан күніне 4 рет астан 20 минут бұрын жарты стақаннан ішеді. Бұл үрдіс 20 күнге дейін созылады. 1 айдан кейін қайтадан жалғасады. Ішектегі паразиттен құтылудың ең тиімді әдісі қабығы ашылған дәнін аш қарынға жеу. Сонымен бірге 7 дана дәнді езіп сүтпен ішеді. Простатит кезінде жарты килограмм тазартылған асқабақ дәнін шикісін ет тартқыштан өткізіп 1 стақан балмен араластырып жеу керек. 10 шақтысын банкаға салып, қалғанын тоңазытқышқа сақтайды. Күніне 1 рет аш қарынға 30 минут бұрын жейді. Емді жылына 1 рет қана жасайды. Көп жеу жүректі нашарлатып жібереді.